басында былай басталды да бұл кітап. Қыздарға қорған табылды деген жерінде бұлар бір жоба жасайды. Мына ЦК орталық комитет дейді ғой, жаңағы коммунистік партия билікте отырған. Солар тұрады дағыны қазақтың қыздарының бәрін тракторист қыламыз да, бригадаларды құрамыз дағыны, бригадаға кілең мектеп бітірген 17-18 жасар қыздардың бәрін трактор жаңағы Касим Сотайдауға жібереміз дейді. Сол кезде комсомолдың бірінші секретары Өзбекәлі Жәнібек 62-ші жыл ма 63-ші жыл ма соны қол қоймай отырып алды дейді. Сөйтіп сол күйі ерегісіп қоймай қояды. Неге десе айтады, сен бірінші өзіңнің әйеліңді, өзіңнің қызыңды трактористтің оқуына жібер де, бар қыл дейді. Егер солай болатын болса, мен де жіберем дейді. Қалай ол, сен әйеліңді жібермейсің, мен әйелімді жібермеймін, жұрттың әйелін жіберем, тракторист қыласың деп. Соны мен сұрадым ғой. Мынау сонда комсомол 32 жасар, 30-дағы бала сонда 32 ме 33 па, сондай ақ сонда жап-жас бала. Сонда қалай мынаны ерегісіп отыр десем, ол кезде комсомолдың бірінші секретарының қолында мынандай билік болған дейді. Яғни бір жарлық, бір жоба шығатын болса, комсомолдың бірінші секретары оны мақұлдап, ол да қол қоймайтын болса, жарлық іске аспайды, қосылмай тұра береді дейді. Сондықтан ол кездегі комсомолдың бірінші секретарының болу, ол лауазымға отыру деген үлкен қызмет болып саналған дейді. Министрлерінің өзі сол кезде Өзбекәлімен жаңағыдай бөлмесіне кіруге зар болып қалатын тұғын дейді. Сондықтан бұл қатты үлкен рычаг болып есептеледі дейді. Ал енді сондай лауазымда тұрған адамды жаңадан ашылған айдаладағы жаңағы ешқандай инфраструктурасы жоқ,